40 мыңнан аса тұрғыны бар Ақсай шаһары қоқыстан уақытылы тазартылмай отыр. Жыл басында қалыптасқан мәселе әлі шешімін табар емес. Қоқыс жәшіктердің айналасы ит-құсқа толып, қалдықтар жан-жаққа шашылуда. Бүгінгі күнге дейін тұрмыстық қалдықтарды шығарумен айналысқан Ақсай Green Service серіктестігі тиісті дәрежеде жұмысты орындай алмай отыр. Шаһар сүреңсіз кейіпкент, қоқыс жәшіктерінің тазартылмағанына көп болған. Тұрмыстық қалдықтар жан-жаққа шашылып, халыққа ыңғайсыздық тудыруда. Күлімсейістен оның маңына жақындаудың өзі мұң. Мұндай жағдай бір шағын ауданда емес, қаланың барлық бөлігінде орын алған. Тұрғындар өзекті мәселенің тез арада шешілуін талап етуде. Көптен бері қоқыс жиналмай жатыр бізде. Басқа аулаларда өртенген жағдайда болды. Жаңағы тышқан, кірес, құрттар шығып жатыр. Иісі деген енді терезелерді аша алмай отыр. Біздің Ақсай деген үлкен бір қоқыс полигонына айналып кетті. Не зат, балаларды сыртқа шығара алмаймыз. Мына ауламызда балабақша бар мысалы. Мына жерде деген екі үй. Әрбір екі үйдің ауласында осындай қоқыс жинайтын несі бар, контейнерлер. Контейнерлер уже көрінбейді. Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару тәртібі мен міндеттер соңғы 2 жылда бірнеше рет өзгерді. Бұл істі қолға алған Ақсай Green Service серіктестігі өз міндетін орындауға дәрменсіздік танытып отыр. Қалыптасқан жағдайда тұрғындар экологиялық апатқа теңеп, жергілікті биліктен шешуді сұрап отыр. Жағдайды тұрақтандыру және санитарлық жағдайды реттеу үшін аудан әкімдігі 2 апталық асар өз қалаңа көмектес акциясын жариялады. Бұл бастамаға ауданның Ақсай Газ Сервис, Ақсай Зеленстрой, Ақсай Бизнестрой, Демсервис, Air Group сынды белді кәсіпорындар мен бірқатар жеке кәсіпкерлер қолдау көрсетті. Өртеніп, өлік малдарды шығарып жатыр, сасып жатыр. Шөп те бар, бәрі бар енді мынан түгелдей. Соларды көмектесіп шығартып жатыр. Енді осы бір 3 күн ішінде жинап үлгереміз деп ойлаймыз енді. Қоқыс шығару жұмысы бәсекелестік орта. Ниет білдірген кез келген кәсіпорын бұл міндетті орындауына болады. Оған қажетті техникасы мен жұмысшылары болса болғаны. Ал бұған дейін операторлар жалға алған техника есебінен жұмысты жүргізуге тырысқанымен еш нәтиже шықпады. Осы қалыптасқан мәселені 2 аптаның ішінде реттеп қолға аламыз. Аудан бюджетінен 53 миллион теңге қаржы бөлініп, КАМАЗ қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаратын арнайы техникасын сатып алуға, мемлекеттік сатып алу жұмыстары атқарылуда. Сатып алып, мердігер компанияға қолда бар заң талаптарына сәйкес, я сенімгерлік басқаруға, болмаса арендаға беруге дайынбыз. Бүгінде өзекті мәселені шешудің жолдары қарастырылып жатыр. Ортақ іске аудан басшылығы мен барша шаһар тұрғындары да үн қосуда. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.